Барлықтарыңызға сәлем, мен сүйікті де құрметті көрермендерім. Бүгін сіздермен өзімді қабылдаудың екінші видеосымен таныстырғым келіп отыр. Сіздерге осыдан бір апта бұрын комплекстен құтылу атты видео жазған болатынмын. Ол жерде мен айтқан болатынмын, бұл өзіңді жақсы көрудің, қабылдаудың бірінші қадамы. Сол комплекстен құтылғаннан кейін өзіңді жақсы көрудің, өзіңді қабылдаудың келесі қадамы ол сын айтудан, өзіне өзін сын айтудан, критикадан құтылу. Өзіңді қатты сынайсың ғой, содан құтылу ол өзіңді қабылдауға, өзіңді жақсы көруге алғашқы қадам. Әрине, сіз самооценканы жоғары адам болса, ол керемет. Бәлкім сіз өзіңізге солай көп сын айтпайтын шығарсыз. Алайда сіз осы видеоны қоссаңыз, яғни сіздің самооценкаңыз төмен деген сөз. Сіз мысалға бір қателік жасап қойдыңыз, немесе өзіңіз өкінетіндей бір іс жасадыңыз. Өзіңізді тыңдаңызшы, ішкі даусыңыз сізге не деп айтады? Ой, жаман қыз, неге үйттің? Ақымақсың сен, неге олай жасадың? Өзіңізге айтпайтыныңыз жоқ, не сезінесіз, соған мән беріңіз. Кінә сезімін сезінесіз бе, өзіңізді бір ұрып тастағыңыз келе ме, жек көрініш сезімін сезінесіз бе, сезімге және сөзге мән беріңіз. Егер де осындай біріншіден өзіңізге жек көру сезімі сезінсеңіз, өзіңізге жаман сөздер айтсаңыз, сізде критика бар деген сөз. Және критикадан құтылу керек. Өйткені ол тұлғаның дамуына кері әсерін тигізеді. Тұлға дамымайды, және ол самооценканы, өзіңді жақсы көруді, өзіңді қабылдауды тоқтатады. Сіз өзіңізді қабылдай алмайсыз. Критика болған жерде өзіңді қабылдау, өзіңді жақсы көру мүлдем жоқ. Әрине, Құдай бізге ұят деген нәрсені, ұят деген сезімді бекерден берген жоқ. Оның да функциясы бар. Әрине, шектен шығатын нәрселерді жасауға болмайды. Мысалы, адамға жаманшылық жасау, арсыздық, өтірік айту, ұрлап кету деген нәрселерден тыю үшін бізге Құдай ұят деген сезімді берген. Орынды жерде өзіне бұл кезде критика орынды. Дегенмен, бұлай субъективті тұрғыдан қарағанда сол ситуацияңыз, сіз жасап қойған іс-әрекетіңіз ешқандай ұят емес, ешқандай бір кінә тағатын нәрсе емес болса да, сіз өзіңізді жегідей жейсіз, ұят сезімін сезінесіз. Неге? Себебі, біріншіден, сіз өзіңізді жек көресіз, сіз қабылдамайсыз. Екіншіден, сіздің денеңізде ұят сезімі қалып қалған. Сол себепті сіз өзіңізге көп сын айтасыз. Бұл нәрседен құтылу керек, бұл нәрседен арылу керек. Өзіңізге қателік жасауға рұқсат беріңіз. Себебі, Құдай бізді нәпсімен жаратқан. Біз періште емеспіз. Періште ол Алланың айтқанын жасайды. Бірақ біз нәпсімен жаратылғанбыз. Біз қателесуге құқымыз бар. Біз перфект емеспіз, біз ешқандай мінсіз емеспіз. Сол себепті біздің қателесуге құқығымыз бар. Осы жерде мен Құраннан мысал келтіргім келіп тұр. Бұл Құраннан үзінді, және бұл Шамиль Әлеутдиновтың аудармасы, сол кісі аударған болатын, мағынасын да сол кісі берген. Орысша мағынасын сол кісі берген жалпы. Мысалы, Ағзубилях, Хауана мен адам атаны ана алманы жесін деп азғырған кезде, бұлай азғырған болатын. Сіздерге Құдай мәңгі өмір сүрмеу үшін бұл алманы жемеңіздер деп айтты деп. Сөйтіп Хауана мен адам атаны ана алманы жеуге азғырады. Алайда Құдай бұл алманы жемеңдер деп айтқан. Сол адам ата мен Хауана алманы жеп қойғанда олар не істейді? Олар жегеннен кейін қатты өкінеді, өздерін күнәһар сезінеді. Содан кейін Құдай оларды
жерге түсірем деп шешеді. Тіпті бұл жерде олар қателесті, ағызубилях оларды азғырды дегенмен осындай әрбір кавычканың ішінде қателік, қателіктің артында, барлығының артында Алланың қалауы бар. Сол үшін тіпті бұрынғы кезде үлкен бір қателік жасап қойсаңыз, үлкен бір өкінетіндей іс-әрекет жасап қойсаңыз, міндетті түрде өзіңізді кешіріңіз. Себебі тіпті ол нәрсенің артында Алланың қалауы бар. Бәлкім сол іс-әрекетіңіз арқылы сіз Аллаға жақындай түсесіз. Бәлкім сол іс-әрекет сізге қайырлы болады, сіз үшін. Бәлкім сол іс-әрекеттен кейін сіз одан да жақсы адам бола бастайсыз. Сіз одан да адамдарға жақсылық жаса бастайсыз. Әрбір іс-әрекеттің артында Алланың қалауы, Алланың даналығы бар. Сол үшін ең бірінші өзіңді жақсы көруге, өзіңді қабылдауға алғашқы қадамдардың бірі өзіңді кешіру. Өзіңді кешіру болып саналады. Және ұсақ критикалар болса, мысалы қателессеңіз бір жерде тоқтап тастау керек. Критикадан өзіңізді тоқтатыңыз. Мен өткен сабақта айтқан болатынмын, Аллах тағала барлығын махаббатпен жаратқан. Яғни өзіңді қабылдай алмай жек көрсеңіз, бұл дұрыс емес жол. Әрбір нәрсенің артында қайыр болады. Жалпы критиканы тоқтату үшін не керек? Жәнегі үстідегі жоғарыдағы айтылған ақпараттарды санаңыздан өткізсеңіз, ұғынсаңыз, критиканы өзіңізден өзіңіз азайтасыз, тоқтатасыз. Немесе критика айта бастасаңыз өзіңізге, мен жаманмын, ақымақпын, неге бүйттім деп өзіңізді сынай бастасаңыз, бірден тоқтатыңыз. Жоқ, олай емес. Мен бақытты болуға тырыстым. Мен өзімнің білгенімді жасадым. Мен дәл сол кезде менің білімім сондай болды, менің ақылым сондай болды. Мен бақытты болғым келді. Дәл сол кезде мен өзімді кінәламаймын. Сол осылай кез келген жерде өзіңізге сын айта бастасаңыз, тоқтатыңыз. Алдыңызды тоқтап тастаңыз, қайшымен қиып тастаған сияқты, үзіп тастаған сияқты тоқтап тастаңыз. Бұл өзіңізді қабылдауға алғашқы қадам. Алдыда, Құдай бұйыртса, осы өзіңді жақсы көруге арналған видеолар тізбегі сізді күтіп тұр. Сол үшін жіберіп алмаңыздар. Міндетті түрде менің каналыма жазып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар, амандықта жүздесейік.